Өмірді сен жоғалтпа, сүйегіне сөз етпейді, бірақ та мен өткізем. Жоқшылық көрдің бе сен, қараңғылық түнеген. Неге жеттің сен осы күнге дейін? Өзің жеткен жетістіктеріңді қане маған көрсеткін. Жеткен жетістіктерін клубтарда ішкенін, астындағы көлікті казиноға тіккені, шеккенің нашаны, қиындықтан қашқанын. Бір жағдай болса дереу әкеңе звондадың, көзіңді ашпадың әдемі өмірден, себебі бәрін төлеп отырды әке шешең. Ал енді не көрдім мен осы күнге дейін? Анашым сауда сатат базарда кешке дейін. Әкемде денсаулық жоқ, яғни жұмыста жоқ. Ал менің жұмысым осы, яғни хип-хоп. Менің қарным тоқ, маған осы жетсет. Анашым қасымда, яғни өмір керемет. Тағдыр не көрсетпет, қалай ғана теппет. Қанша рет соққылап жарықты да көрсетпет, сонда да күлімдеп сендерге әдейі көрсетпедім ешкімге ішкі әлемімді. Ұқыпты болмасам да анашым мені сүйет, маған сеніп менен үлкен үміт күтсет. Үмітін ақтаймын, сенімін тастамаймын, жерге қаратпаймын, аяққа мықтап тұрайын. Кішкене уақыт қалды, мен оны сеземін. Кешегі маған сенбегендерге бүгін күлемін. Сәттілікті сеземін, соған қарай келемін. Айтарым аманшылық болсын бауырларым менің, барша адамдарыма осы менің сәлемім. Фортунаны евроға орап ақырын шегемін. Сенің ойынша барлер байдың баласы, айтқаның келсін, Құдай қаласа. Алла қаласы пеште құлағына шалса, оның бәрі әрине болады біраза. Сенің ойынша барлер байдың баласы, айтқаның келсін, Құдай қаласа. Алла қаласы пеште құлағына шалса, оның бәрі әрине болады біраза. Сенің ойынша барлер байдың баласы, айтқаның келсін, Құдай қаласа. Алла қаласы пеште құлағына шалса, оның бәрі әрине болады біраза. Сенің ойынша барлер байдың баласы, айтқаның келсін, Құдай қаласа. Алла қаласы пеште құлағына шалса, оның бәрі әрине болады біраза.